Assalamualaikum bауырлар. Бүгін бізге Camry автокөлігі келді. Газ қондырғыларын тексеруге. Яғни автокөлік бензинмен жақсы жұмыс жасайды да, газға өтпейді. Яғни газға ауыспайды. Сол себепті газ жабдықтарына диагностика жасап, себебін анықтамақпыз. Сол жөнінде қысқаша видео түсіреміз. Бәлкім керек болар, бәлкім біріңе пайдасы тиер. Газға жалғап, яғни компьютерге жалғап, бағдарламасын аштық. Қосылған бойда бірден ошибка қызыл жанып тұр төбесінде. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Ішіне кіріп қарадық. Бұл жерде газ қысымын анықтайтын құрылғы жұмыс жасамайды деп жазылып тұр. Датчик давления дейді. Бұны датчик давления деп айтады, және қысым датчик болмаса PS датчик деп айтады. Көбіне PS деп айтады. Газ қондырғыларымен жұмыс жасап жүрген PS деп айтады. Міне сыртында да PS 0.2 деп жазылып тұр. Неге осы қондырғы? Осы қондырғы жасамайды. Түсіндіре кетейін, бұл қондырғы газдың қысымын көріп, яғни газ бар екенін компьютерге хабарлап отырады. Бұл да құрылғы жасамай қалған жағдайда газдың қысымын көрмейді, яғни газ бар екенін компьютер көрмейді, газға ауыстырмайды. Яғни газ жоқ деп ойлап тұрады ол. Неге газдың қысымы 0-ден 0 болып тұр. Яғни ана датчик давление көрсетпей тұр қысымды. Температура, газдың барлығы көрсетіліп тұр. Судың температурасы, қозғалтқыштың айналымы барлығы көрсетіліп тұр, тек қана қысым көрсетпейді. Мінекей ақауды кетірдім, қайтадан шықты автоматты. Яғни бұл міндетті түрде осы қондырғыны ауыстыру керек, содан кейін ғана газ жұмыс жасайды дегенді білдіреді. Енді бір деректерде, бір интернет желілерінде осы PS-ті ішін ашып, тазалап, содан жасап кетіп жатқанын көрсетіп жатады. Енді ол жағын анық білмеймін. Жалпы сөйтіп тазалап өзін ремонттауға, жөндеуге болады дейді. Менімше ол қатты қымбат тұрмайды. Менімше жаңасын алып салған дұрыс болады. Осылай бауырлар. Келесі видеоларда жолыққанша аман саулықта болайық.